Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен 3D модельді COMS программасында сызуды үйренеміз. Файлды ашамыз. Создать деталь. Окей. Сызатын деталіміз осы болады. Так, үш өлшемді детальға мән беріп қарайтын болсаңыздар, негізгі үш көрінісі болады. Алдыңғы көрінісі, үстіңгі көрінісі және сол жақ немесе оң жақ көрінісі. Бізге мән беріп қарайтын болсақ, үстінен қарағанда нақты деталіміздің төртбұрышты және шеңбер екеуі бір-біріне қиылысып тұр. Бірінші үстіңгі көрінісінен бастаймыз. 3D модельді ашып алдық. Жоғарыда ориентация деп аталатын қасында мұндағы үшбұрыш тәрізді қара нүктені басамыз. Осы жерден үстіңгі көрінісі сверху таңдаймыз. Бізде жасыл төртбұрышты ортада пайда болды. Егерде мышканың ортасындағы роликті қатты басып айналдыратын болсаңыздар, қарауға болады, яғни әр төртбұрышты белгілі бір жазықтықты береді. Мысалы, қызыл бізде Z және Y жазықтығын беретін болса, жасыл бізде Z және X жазықтығын береді, синий түсті бізде X және Y жазықтықтарын береді. Сол себепті таңдаған кезде міндетті түрде орталықтағы төртбұрышты таңдау керек. Қайтадан ориентацияға барамыз. Сверху таңдап, тура ортадағы жасылды таңдап, осыны баса тұрып, мына жердегі эскиз сызамын дегенге кіреміз. Эскизді кірген кезде ғана сіздерде геометрия активный болады, яғни сызуға болады. Эскизден шығып кететін болсам, сіздерде геометрияларыңыз сызылмайды. Сол үшін бірінші жазықтықты таңдап аламыз ориентация арқылы, екінші сол жазықтықты басып, эскиз сызып таңдаймыз. Үстіңгі көрінісіне келдік. Енді қойып қойсақ болады жаңа сызбамызды. Қараймыз мән беріп. Жоғарысында төртбұрыштың жалпы ұзындығы бізде 74, ені 54. Так, төртбұрышты саламыз. Мына жазықтық X және Z жазықтығы шексіз, кез келген жеріне сала берсеңіздер болады. Бірінші көмекші сызықты тігінен қойып аламын. Міне мұнда қойайық. Осыны 74-ке оңға қарай жылжытамын. Дәл үстін қатты басамыз. Мұндағы параллельная прямаяны таңдап, режимға бір бағытын таңдаймыз. Түзуді таңдап, оңға қарай мышканың көмегімен жылжытамда, қолдағыларыңызды алып жазасыздар. 74, 1, 2, Enter. Кейбір студентте Enter болмаса, мұнда создать деген кнопканы басасыздар. 74-ке жылжыттық. Осы жерде бізде төртбұрышымыздың бірінші, екінші бөліктері енді тура ортаға вертикал, горизонталды сызба қоямыз. Параллельная прямаяны таңдап, 54-ті бөлеміз 2-ге. Режимді екі бағытта таңдаймын. 27 түзуді таңдап, создать етем 1, 2. Төртбұрышымыз анықталды. Қайда сызу керек екен? Отрезктің көмегімен көмекші сызықтарды сызамыз. Енді тура ортасында сіздерде шеңбер орналасу керек. Шеңбердің диаметрі 54. Мұнда қателестік біз. Мұндағы 54 ол шеңберкі болады. Демек төртбұрыштарымызға 36 екен. Өшіреміз қажет еместерін. Түзуді өшіреміз. Так, 36-ны 2-ге бөлетін болсақ, 18-тен параллельная прямаяны таңдап, екі бағытта жібереміз, 18. И создать етеміз 1, 2. Міне төртбұрышымыз осы жерде орналасады. Отрезкті таңдаймда төртбұрыштыны қайтадан саламын.
осының қақ ортасында бізде шеңбер орналасу керек. Так, біздің қақ ортасы 74 бөлінген 2 болады. Параллельный таңдаймын. Бір ғана бағыт 74 бөлінген 2. Түзуді таңдап жылжытамын и создать етемін. Шеңберді таңдаймын. Бізде диаметр 54. Диаметр 54. Enter, тура ортаға қоямын. Стопты басамыз. Енді бізге көлем беру үшін біздің екіді сызбамыз бір тұтас болып тұру керек. Қазір бізде шеңбер бар және төртбұрышты бар. Керек емес элементтерін қиып тастаймыз. Балғаға кіреміз. Усечь кривую деген команданы таңдаймыз. Кейбір студенттерде балға болмаса, ол міндетті түрде жоғарыда немесе жанында ашық болып тұрады автомат түрде. Сол жерден сіздер мұндағы команданы тауып аласыздар өздеріңіз. Бізге қажет емесі ішкі төртбұрышты және ішкі шеңберлері. Мән беріп қарасаңыздар, бізде сызбамыз тұтас бір сызыққа айналды, барлығы бір-біріне жалғасқан. Демек, эскиздан шығамыз. Ортасын басып айналдырамыз түзуді. Егер де осылай түсті болып тұратын болса, сіздерде мұндағы дерево модели деп аталады. Ол жерде сызылған барлық операцияларыңыздың тізімі тұрады, және қателік кететін болса, осы жерден белгілеп, оң жағын бассаңыздар, редактировать етсеңіздер болады. Немесе сызылған эскиздарыңыз, операцияларыңыз 3D қате болып қалса, удалить етуге болады. Белгілейміз, эскиз 1 дегенді біз қазір осыған көлем береміз. Мұндағы редактирование модели деген команданың ішінде сіздерде операция выдавливание деген бар. Осыны таңдаймыз. Мұнда көлемі бізде 42 болу керек. Прямаяны таңдаймыз. Расстояние 46, 42. Enterді басып создать етеміз. Міне бізде 3D моделіміз шықты. Егерде осыны дұрыс тұрғанын білу үшін ориентацияны басамыз. Мұндағы изометрия X, Y, Z таңдасаңыздар, өзінің бастапқы формасына қайтып келеді. Келесі этап бізде 3D моделімізді тұрғызып алдық, ал ішіндегі кесілген немесе енгізу керек элементтерді оны екінші, үшінші этапта редактирование арқылы енгізсеңіздер болады. Мән беріп қарасаңыздар, үстінде бізде екі төртбұрыштың қосындысы болу керек. Біреуі толықтай тесілген, ал екіншісі тек қана жартысы ғана тесілген. Бірінші 16 және 34 сызып аламыз. Ол бізде толықтай тесіліп кетеді үстіңгі бөлігінде. Үстіңгі бөлігін таңдаймын. Тура ортадан горизонталды түзу қоямын. Мына жерге барсаңыз, середина деп өзі көрсетеді. Және тігінен бір сызық қоямын. Ближайшая точка деген ол орталығы. Параллельная прямаяны таңдап, моделімізге мән беріп қараймыз. 8-8-ден, ал мына жағы 34 болу керек. Ұзындығы 34, ені 16. Так, екі бағытта таңдаймыз. 16 бөлінген 2. Автомат түрде пайда болды. Біріншісін создать етеміз, екіншісін создать етеміз. Келесі мұндағын жылжыту керек бізге 34 бөлінген 2. И создать етеміз. Егерде сызу барысында сіздерде бұлай қозғалып кететін болса, экрандарыңыз ориентация бөліміне барып,
Бізде мұндағы үстіңгі көрінісі сверху қойсаңыздар, қайтадан орнына келеді. Барлық жағдайда қай көріністе сызып жатсаңыздар, нақты білсеңіздер, сол бойынша қайтадан орнына, қалпына қоя аласыздар. Мұндағы төртбұрышымызды отрезок арқылы толтырамыз. Көлем беру үшін немесе қиып тастау үшін сіздерде түзулеріңіз, екіді эскиздарыңыз тұтас болу керек, және ешқандай артық элемент болмау керек шығып тұрған. Олар тұйық болу керек, яғни екі шеттер ашық болмау керек, және 2-3 слойдан қоюға болмайды. Белгіледік. Егер де осылай болып қалатын болса, мұндағы екінші эскизді бассаңыздар, автомат түрде жасыл жанып тұрады. Бұл келесі этапқа, яғни осы эскизбен ары қарай жұмыс жасауға дайын деген сөзді білдіреді. Эскиз 2-ні үстін басамыз. Мұндағы вырез деген команданы таңдаймыз, кесіп тастайтын. Жалпы ұзындығы бойынша мұндағы через все қойсаңыздар болады. Бірінші әдіс, екіншісі нарастание қойып, мынаны жай ғана былайына жылжытсаңыздар болады. Айналдырып қарасаңыздар көріп тұрмыз, тияламыздан ол әлде қайда сыртқа шығып кетті. И создать етеміз. Кейбір студенттерде, егер ортасы дұрыс тесілмейтін болса, мұнда тонкая стенада нет деген міндетті түрде тұру керек, соны орналастырасыздар. Создать. Деталіміз дайын болды. Изометриясын қояйық. Көрсеңіздер болады міне. Келесі бізде дәл осы жерде ұзындығы ені 7, ұзындығы 20 төртбұрышты орналасу керек. Ол тек қана бір қабырғасында орналасады. Ол бізде қиылу керек, толық қиылмайды. Міне мұнда көрсетіліп тұр. Ұзындығы мұнда берілмеген екен. Жазамыз. 20 және 30. 20 және 7. Изометриясын қойып аламыз. Ол бізде, егер де былай орналасатын болса, оң жағында орналасу керек. Демек, мына жағында орналастырамыз. Мұнда орналасады. Дәл солай ортаға түзу қойып аламыз тігінен. Так, ближайший точканы ортасы. Оны екі бағытта 20 бөлінген 2 жылжытамыз и создать етеміз. Ұзындығы бір ғана бағытта керек. Мына түзуді алға қарай 7-ге жылжытамыз. Стопты басамыз, отрезкті қоса берсек болады. Так, отрезк таңдаймыз. Бізде ол мына бөлігінде, мұнда орналасу қажет. Стоп. Сызып болғаннан соң эскиздан шығамыз міндетті түрде. Үшінші эскизіміз бізде. Осыны қиып тастаймыз. Қиятын бөлігі толық көрсетілмеген 10 деп ала берейік мұнда. Көрсетілмеген екен, бірақ толық қимайтын көрініп тұр, 10 деп аламыз. Қиятын команданы таңдаймын. Расстояние 10. И создать етеміз. Келесі этап бізде үстіңгі бөлігін біттік. Енді жоғары бөлігінде төртбұрыштымен отверсия бар. Барлық өлшемін құрайды. Ұзындығы бізде 16 ұзындығы, ені 56-ның жартысы. Ортадан түзу сызамыз, оны 56-ның жартысын сызып, ені сол кезде шығады. Үстіңгі бөлігін таңдаймыз тағыда. Тура ортасынан көмекші сызба қоямыз. Вертикалды орналасқан. Оны екі бағытта жылжытамыз. Параллельная прямая көмегімен. 56 бөлінген 2.
Создай етем біріншісін, создай етем екіншісін. Ені анықтадық, төртбұрыштың қайда болатын. Енді ұзындықтарын анықтайық. Тура ортадан горизонталды сызба қоямын. Оны параллельныйның көмегімен екі бағытта 16 бөлінген 2. И создать етеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда төртбұрышты орналасу керек. Төртбұрыштың аламын. Артығымен сыза берсем болады, себебі мұнда бос орын. Біріншісі и екіншісі. Немесе біреуін сызып, екіншісін симметриялық арқылы көшірсеңіздер де болады. Вырезать командасын басамын. Через все. Міне, айналдырып қараңыздар, барлық ұзындығын қамтып. И создать етемін. Ориентацияға барып, X, Y, Z қоямыз. Енді бізде мән беріп қарайтын болсаңыздар, мұнда қиылған бөлігінде төртбұрышты орналасқан. Төртбұрыштың ені 10, биіктігі 26. Барлық ұзындығы бойынша тесілген. Айналдырасыздар, мына бөлігін таңдайсыздар, осы бөлігіне эскиз салам деп басасыздар. Тура ортасынан тағы да вертикалды сызба қоямыз. Оны горизонталды тағы сызба қоямыз. Қазір ортасын тауып алайық, ортасын былай тапсаңыздар да болады немесе. Жоқ, ортасы бұл емес. Демек, егер ортасын көрсетпейтін болса, параллельныйның көмегімен біз білеміз. Мұндағы сол жақ көрінісі, иә? Сол жақ көрінісі бізге мына аралықтың ені керек. Ол бізде 36. Слева емес, справа екен. Справа қоямыз. Мына аралық бізде 34 болатын болса, 34-дің жартысын қойдық. Ал мына аралық жалпы қас көрейік қанша екен. 42. Демек, 42 бөлінген 2. И создать етеміз. Тура ортасын анықтадық. Осы бойынша орналастырамыз. Так, екі бағытта барлығы параллельно таңдаймыз. Екі бағытта 5 болу керек. Так, 10 бөлінген 2. Создать етеміз. Мынаның аралығы 26 деп тұр. Екі бағытта 26 бөлінген 2. Создать етеміз. Стоп. Төртбұрыштымыз осы жерде орналасу керек. Отрезктің көмегімен төртбұрыштыны саламыз. Эскизден шығамыз. Эскизіміз осы жерде орналасты. Осыны қиып тастаймыз. Барлық через все я қабылдаймыз. Егер де сіздерде келесі элементте белгілі бір расстояние болатын болса, мына жерде ауыстырасыздар. Біз ауыстырмаймыз. Через все барлық ұзындығын қамту керек. X, Y, Z-қа қоямыз. Сіздерде мұндағы 3D моделі, егер де тек қана каркасын қою керек болса, былай қойсаңыздар болады, немесе былайынан әр түрлі каркаста жұмыс жасай аласыздар. Бізде ең соңғысында жиі тұрады, яғни барлық каркасымен 3D моделін көрсетеді.
мән беріп қараймыз, барлық элементті қойдық, енді осының үш көрінісін сызайық. Жұмысты сақтаймыз. Әр студент өзінің атымен міндетті түрде сақтау керек. Файл, создать, чертеж. Осы жерде мен А3 горизонталды бағытында таңдаймын. Сіздерде мұнда вид деген бар. Осы жердегі бірінші бізде стандартный виды таңдаймыз. Жаңағы моделімізді таңдап, открытті басамыз. Енді настройкасында бізде көрінбейтін линияларын қосу керек мұндағы. Біріншісі, екіншісі. Содан кейін ғана создать қойсаңыздар болады. Үш көрінісі шықты. Осы үш көріністің 3D моделін жанына қойсақ болады. Видқа қайттан кіресіздер. Мұндағы произвольный видқа басып, қайтадан папканы таңдаймыз. Мұндағы спереди емес, енді X, Y, Z таңдап, мұнда қойсақ болады. Пример ретінде осыны қояйын сіздерге. Мұндағы үстіңгі көрінісіндегі барлық өлшемдерді мұнда қойылу керек. Сол жақ көрінісіндегі мұнда қойылады. Алдыңғы көрінісіндегі мұнда только ұзындығы және биіктік көрсетілген, оны алдыңғы көрінісіне қоясыздар. Яғни 3D моделіне қарап, барлық өлшемдерін дұрыс қоюларыңыз керек. Өлшемдерді қойған кезде міндетті түрде өлшемдер ешқашан негізгі түзумен қабаттаспайды. Бірінші кішкентай өлшем қойылады, сосын келесі үлкені қойылады. Егер де биіктігін бір жерде көрсететін болсаңыздар, барлық биіктігін қою шарт емес. 3D моделі айтқандай, қанша оны айналдырсақ та, қай көрінісі болса да, оның өлшемдері өзгермейді. Тек қана бір өлшемді қойып көрсетсеңіздер жеткілікті. Негізгі жазуды толық толтырасыздар.